Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз алгебра пәнінен 2-ші тоқсанға арналған тжб тапсырмасының 2-ші нұсқасын қарастыратын боламыз. Бірінші тапсырма y тең k бөлінген x функциясының графигі a нүктесінен өтсе, k коэффициентінің мәнін табыңыз дейді. Оқушылар, мұндағы a-ның координатасы 2 және -3-ке тең екен. Яғни оқушылар, бізде x 2-ге тең, ал y -3-ке тең. Енді y-тің орнына -3-ті қоямыз. К белгісіз, x-тің орнына 2-ні қоямыз. Сонда k-ны табу үшін x пен y-ті көбейтеміз, яғни 2-ні көбейтеміз -3-ке тең болады -6-ға. Сонда бізде дұрыс жауап А болады екен. Енді келесі екінші есепте y тең -5-тен 4x -12 функциясының абсцисса өзімен қиылысу нүктесінің координатасын табыңыз. Оқушылар, ол үшін y-ті 0-ге теңе боламыз. Абсцисса өсімен қиылысу нүктесін табу үшін y-ті 0-ге теңе боламыз, ал ордината өсімен қиылысу нүктесін табу үшін x-ті 0-ге теңде боламыз. Сонда бізде -5-тен 4x -12 тең болады 0-ге. Сонда -5-тен 4x тең болады 12-ге. Енді x-ті табу үшін 12-ні бөлеміз -5-тен 4-ке. Өзін жазып алып, көбейту амалын ауыстырамыз. Сол себептен 4 пен 5-тің орнын ауыстырамыз. Сонда 12-ні көбейтеміз, 5-ке 60 болады, 4-ке бөлетін болсақ, -15 болады. -15-те 0 болады. Мінекі оқушылар, дұрыс жауабы мұнда да А болады екен. Келесі оқушылар, 3-ші тапсырмада 0-ді 2 нүктесіне өтетін және y тең -6x функциясының графигіне параллель болатын функцияны формуламен жаз. Оқушылар, ең алдымен функцияның негізгі формуласын жазып аламыз. Y тең болады kx қосылған b-ға. Енді оқушылар, бізде y тең 2-ге, ал x тең болады, мұнда тұр 0-ге. Енді оқушылар, мұнда біз y-тің орнына 2-ні, x-тің орнына 0-ді қойып, b-ны табамыз. Сонда оқушылар, b бізде тең болады 2-ге. Енді оқушылар, бізде параллель болу үшін мұндағы бізде k1 мен k2 тең болу керек. Сонда бізде y тең -6x қосылған 2 деген функция шығады. Мұнда біз бұның орнына 2-ні қойдық. Сонда бізде мінеки -6 мен -6 екеуі бірде болды. Яғни осы екі функцияның графиктері бір-біріне параллель болады. Оқушылар, келесі 4-ші есеп. Кафедрадағы 15 қызметкердің бір айдағы кезекшілік кестесі бар. Мінеки мұнда жазылған. Астында берілген ақпарат үшін абсолютті және салыстырмалы жиілік кестелерін құраңыз. Б-сында ең көп таралған кезекшілік санын көрсетіңіз, ал С-да салыстырмалы жиілік кестесін қайшылықсыздыққа тексеріңіз. Оқушылар, мінеки мұндағы біз сандарды жазып аламыз. Яғни А тапсырмасы бойынша қызметкерлер саны 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп жазып аламыз. Онан соң бар есептейміз. Абсолют жиілік бойынша 0-ден қанша мысалға? 0-ден 1. Яғни бір қызметкер мүлдем кезекшілікте тұрмаған. Енді 1-ден қараймыз. 1-ден 1, 2-ден 1, 3-ден 1, 2, 3, 4, 4-ден 2, 5-ден 3, 6 деген сан жоқ екен. 7-ден 1, 8-ден 1 и 9-дан 1 деп аламыз. Енді салыстырмалы жиілігін табу үшін мінеки мұнда бізде 15 қызметкер, 15-ден 1 деп аламыз. 15-ден 1, мұнда да 15-ден 1, мұнда 15-ден 4,
15-тен 1, 15-тен 1 және 15-тен 1 болады. Енді оқушылар, осы салыстырмалы жиілікті біз бөлшек түрінде алсақ та болады, немесе мұнда пайызбен көрсетсек те болады. Пайызбен көрсететін болсақ, 15-тен 1 деген бізде 3-тен 20% болады. Мұнда сондай 3-тен 20%, мұнда да сондай 3-тен 20%, мұнда 3-тен 20 болатын болса, 4 бөлігіміз бізде 3-тен 80 болады. 3-тен 40% болады, мұнда 3-тен 60% болады. Мұнда да оқушылар 3-тен 20% болады. Жалпы салыстырмалы жиіліктің барлығын мәндерін қосқан кезде 100% болу керек. 20, 20, 20, 60 болады. Мұнда 40-ты қоссақ 100 болады. 80-ге 60-ты қосамыз 140, 240 болады. Тағы 60-ты қосатын болсақ 300, 300-ді 3-ке бөлетін болсақ 100% болады екен. Енді оқушылар, мұнда бізде ең көп таралған кезекшілік санын сұрап тұр екен. Ол оқушылар, мінекей, мына сандарды салыстырамыз. 1, 1, 1, 4, 3, 2, яғни бізде 3 болады екен. Яғни оқушылар, бізде 3 қызметкер 4 рет кезекшілікте тұрған екен. Енді қайшылықсыздыққа тексереміз, яғни мұндағы салыстырмалы жиіліктердің барлығын қосып бірге тең бола ма, соны тексеретін боламыз. Оқушылар өздерін көріп тұрғандай, бөлімдері бірдей, бөлімдері 15-ке тең екен. Бөлімдері бірдей болған соң, тек қана алымдарын қосамыз. 1, 1, 1, 3 болады. 7, 9, 12, 13, 14, 15. 15-ті 15-ке бөлеміз, 1 болады. Мінекей осылай қайшылықсыздыққа тексереміз. Нәтижесінде 1 болу керек. Келесі оқушылар, 5-ші тапсырмалық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешіңіз. Оқушылар, ең алдымен теңдеулерді функция түріне келтіреміз. Y тең 1,5x минус 2 болады. Ал мұнда Y тең 3x қосылған 1 болады. Енді осы функциялардың таблицасын құру арқылы графигін саламыз. 1,5x минус 2, ал мұнда Y тең 3x қосылған 1. Енді оқушылар, мұнда өздерін қалаған екі санды алсаңдар болады. Мысалға 0 мен 2-ні, немесе 1 мен 3-ті кез келген санды алсаңдар болады. Енді мұнда 0 қоятын болсақ, минус 2 болады. 2-ні қоятын болсақ, 3 болады. 2-ні азайтамыз, 1 болады. Енді мұнда 0-ді қоятын болсақ, 1 болады. 2-ні қоятын болсақ, 7 болады. Енді осы сандарды координаталық жазықтыққа белгілейміз, яғни нүктелерді белгілейміз. 0-де минус 2, 2-де 1. Келесі 0-де 1, 2-де 7. 0-де минус 2, 2-де 1, барынша соза берсек болады. Келесі 0-де 1 және 2-де 7. Мінекей оқушылар, өздерін көріп тұрғандай, мына нүктеде қиылысып тұр. Минус 2-де, минус 5 нүктесінде қиылысып тұр екен. Оқушылар, мінекей қиылысып тұр екен. Минус 2-де, минус 5. Яғни x минус 2 тең, ал y минус 5 нүктесінде қиылысады екен. Жауабы мінекей осы болады. Келесі оқушылар, 6-шы есеп. Математикадан жазбаша емтиханы нәтижелері абсолют желі полигонның түрінде берілген ақпаратты талдап анықтаңыз дейді. Таңдама көлемін,
мінекей оқушылар максималды балл бізде 10 балл деп берілген екен. Көпшілік оқушылар алған баллы, егер 8-9 балдарын жоғары нәтиже деп есептесек, жоғары нәтиже көрсеткен оқушылар пайыз дейді. Оқушылар мінекей 1 деген балдан ешқандай оқушылар алмаған, 2 балды 5 оқушы алған, 3 балды 3 оқушы, 4 балды ешқандай оқушы алмаған екен, 5 балды 2 оқушы деп осылай таңдама көлемін табамыз. 1-ден 0, 2-ден 5, 3-ден 3 дедік, 4-ден 0 дедік, 5-ден 2, 11, 7-ден 9, 4, 5 және 1. Енді таңдама көлемін табатын болсақ, осылардың барлығын қосамыз. 5 қосылған 3, қосылған 2, қосу 11, қосу 9, қосу 4, 5 қосылған 1 тең болады 10, 20, 30, мұндағы 10 мен 40 болады. Сонда таңдама көлемі 40-қа тең екен. Енді Б тапсырмасы бойынша ең көп балл алған оқушылар саны мінекей 6 болады. Яғни көп оқушылар бізде 6 баллды жинаған екен. Келесі оқушылар С тапсырмасы бойынша егер 8-9-10 балдарын жоғары нәтиже деп есептесек, жоғары нәтиже көрсеткен оқушылар саны дейді оқушылар. Яғни бізде 8-9-10 балл жинаған оқушылары 4, 5, 1, барлығын қосқанда 10 болып тұр. Енді осының пайызын табамыз. Жалпы 40 оқушыны біз 100% деп аламыз. 10-ды белгісіз пайыз деп аламыз. Енді осы белгісіз пайыз табу үшін 10-ға 100%ды көбейтіп 40-қа бөлеміз. Онды бөлеміз 40-қа 0,125 болады. 100-ге көбейтетін болсақ 25% болады. Келесі оқушылар 7-ші тапсырма. Мынандай функция берілген. Функциясының графигі абсцисса өсін 2-ден 0 нүктесінде қияды. А тапсырмасында А мәнін анықтаңыз. Функцияны y-тен kx қосылған b түрінде жазыңыз. Сызықты функцияның графигін салмай, графигі қайшы шеректен өтпейтінін анықтаңыз дейді. Енді оқушылар, мұнда біз x тең болады 2 деп аламыз, ал y тең болады 0 деп аламыз. Мұндағы мінекей қолданамыз. Енді x-ің орнына 2-ні, y-дің орнына 0-ді қою арқылы a-ны табамыз. Бұл бізде A тапсырмасы. Енді A қосылған 1 көбейтеміз 2-ге, қосамыз A минус 1 тең болады 0 деп аламыз. Жақшаны ашамыз. 2A қосылған 2 қосылған A минус 1 тең болады 0-ге. Аларды біріктіреміз. 3A болады. Мұнда плюс 2 минус 1 болады да, теңдіктің оң жағына минус 1 болып ауысады. А бізде минус 3-тен 1-ге тең болады екен. Енді Б тапсырмасы бойынша y тең kx қосылған b түрінде келтіреміз. Енді y тең деп аламыз да, a-ның орнына минус 3-тен 1-ді қойып есептейміз. Оқушылар, 1-ді біз 3-тен 3 деп алсақ болады. 3-тен 3 көбейтеміз x-ге. Мұндағы минус 3-тен 1 мен минус 1-дің екінің таңбасы 1-де қосылады. Сонда минус 1,3-тен 1 болады. Минус 3-тен 1, 3-тен 3 таңбалар әртүрлі азайтылады. Сонда 3-тен 2x болады. Мынау аралассан бұрыс бөлшекке айналған кезде 3-тен 4 болады. Мінекей y тең kx қосылған b түрінде келді. Енді С тапсырмасы бойынша сызықты функцияның графигін салмай, графигі қай шеректен өтпейтінін анықтаңыз дейді.
Оқушылар, мұнда бізде k 3-тен 2-ге тең, b минус 4-тен 3-ге тең. Егерде k бізде 0-ден үлкен болатын болса, ол кезде бізде графигіміз бірінші ширек пен үшінші ширекте жатар еді. Ал мұнда мінекей b минус, яғни минус таңбаға тең болғандықтан мына берген функцияның графигі екінші ширекте өтпейді. Екінші ширектен өтпейді деп жазсаңдар болады, немесе осылай екінші ширек деп жазып қойсаңдар да болады. Оқушылар өздерін көріп отырғанда екінші нұсқаның жеті есебін толық талдап аяқтады. Қажет болса каналында бірінші және жалпы нұсқасы бар, және физика, геометрия пәндерінің сабақтары, БЖБ, ТЖБ талдау сабақтары да бар. Каналға кіріп қажетті сабақтарды көрсеңдер болады. Каналға жазылыңдар, лайк басып, өздеріңнің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.